Ассалаумағалейкум ағайын, сіздермен бірге мен Казаниме каналы, және бүгін біздер шынжырлы ара адамның 13-ші емес 14-ші бөліміне, яғни 2-ші маусымның 2-ші бөліміне қысқаша айтып кететін боламыз. Сол үшін жігіттер, қыздар, лайктарыңызды аямай басып отырыңыздар және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біздер бастайық. Ал біздің сериямыз Аки мен әлгі періште жынның екеуінің ара қатынасынан бастайды. Бақша періште жын еркек екен. Періште жынға Аки өзінің ең мықты жынмен шайқасқанын айтқысы келеді. Аки әлгі жынды қалай ұстау керек екенін айта бастайды. Бірақ бізде әлгі періште жын әрине істейді, балмыздақ жеп отырады. Аки сол кезде әлгі періште жынға сен пайдасыз боласың, тіпті пайдан да болмайды, сенің бірден өлтіріп тастау мүмкін деп қорқыта бастайды. Ал періште болса мен жұмыс істегеннен өлгенім артық деп тым істемей отыра береді. Байқағандарыңыздай бұл жын өте еріншек, бірақ оның күші Кишибамен тең. Акиға Макима Бұл жын өте мықты. Егер ол біз жақта төбелессе, біз тапанша жынды оңай жеңетін едік. Бірақ тапанша жынды білесің, өте мықты деп айтады. Бұл періште жын адамдардың өмірінен өте мықты қару жасай алады, бірақ ол адамдарды өлтіріп жібереді. Сондықтан оның бүкіл ауылы қайтыс болып кеткен дейді. Ал енді не дейміз? Акиға біз үлкен сәттілік пен нервтар сыйлайық. Оған өйткені ең қиын жынды өздеріне қарату керек болады. Сондықтан да ол ең қиын жұмыстардың бірі. Ал осы уақыттарда күнде кафеге бізде кім келеді? Әрине Денджи Резеге келіп тұрады. Ол күн сайын келіп тұрады. Өйткені мынаяқтарда тамақтар зын немесе Резе береді. Әрине бұл әзіл. Бізде Резеге Денджи ғашық болып қалғаннан кейін күнде келіп жүреді. Екеуінің арасында махаббат пайда болады. Бірақ Макима жарайды. Бізде Денджи мектепке бармағандықтан әліппесін білмейді. Сондықтан оған Резе әртүрлі сөздерді үйретіп бастайды. Бірінші сөз оның жұмыртқа. Жұмыртқа бұл сөзді мен білемін. Сен оқи алмаймын деп едің ғой. Деп екеуінің арасында Резе мен Денджидің арасында әзілдер өтіп, күлкілі диалогтар пайда болады. Сөйтіп, Денджи бізде мектепке барсам күшті болар меді деп барлық настроениесін бәрін нәскиге тығып жібереді. Әлі осы сәтте бізде Резе бүгін түнде мектепке барып берсек дейді. Әрине әзіл. Резе бізде жай түнде мектепке барайық деп айтады. Ары қарай бізді бір саусақ көрсетсе күле беретін жынды адамға апарады. Ол шынжырлы араны өлтірмекші болады. Егер бұл адам шынжырлы араның жүрегін жаңағы тапанша жынға келсе, Тайфун онда, яғни Тайфун жынның күші ода мәңгілікке қалатынын айтады. Ал бізде Резе мен Денджи нағыз махаббаттар құсап қол ұстасып мектепке келеді. Және Резе Денджиға сабақ үйретіп бастайды. Бірінші математика деген алтынша үйретеді. Бізде Резе өте ұятсыз болып шығады. Тақтаға үлкен құйрық деп жазып қояды. Денджи өзінің алғашқы бастауышқа да бармағандарын айтып, Резе екеуінің арасында өте қызықсыз және көңілсіз әңгіме жүре бастайды. Және бұл Резеге өте біртүрлі болып көрінеді. Сөйтіп екеуі әртүрлі проблемаларын айтып, ішіп тұрып жылауға сәл қалған кезде жүзу туралы айтып кетеді. Бір-бірін жүзуге үйретем дейді. Яғни бізде Денджи жүзе алмайды екен. Ал Резе болса оны жүзуге үйретем деп бассейнге апарады. Қазір пах майгат болады ғой. Денджи киімді шешіп түсейін бе, әлде әшейін түсе берейін бе деп ойланып тұраңыздар. Резе шешініп дайын тұрады түсуге. Кәне Денджи, төс, саған жүзуді үйретемін деп Резе шақырады. Екеуі суға түсіп бір-біріне су шашып, әйтеуір Денджи жүзуге кішкене үйретіп, екінші бөлімнің ең қызық моменті осы болады. Осы сәтте жаңбыр жауып кетеді, әттеген ая. Екеуі тез киініп мектепке бір бөлмеге кіріп кетеді. Денджиға осы сәтте әртүрлі ойлар келе бастайды. Бірінен соң бірі. Ол өз өмірін кіммен көргісі келетінін ойлай бастайды. Әлі осы сәтте ойлап жатқанда Резе мен әлгі періште жын бір сұрақ қояды. Ауыл тышқаны мен қала тышқаны туралы. Ауыл тышқаны тәтті тамақ көрмейді, бірақ қауіпсіз өмірде дейді. Ал қалалық тышқан тәтті тамағы болғанмен қауіпті өмір сүреді дейді. Әрине Денджи бізде қалалық тышқан болуды таңдайды. Өйткені оған өмірінің бәріне қызық керек. Егер саған қызық керек болса, ертең қалалық фестивальға барайық деп айтады Резе. Қызықтың атасы мен көкесі сондай деп айтады Резе. Және бізді Денджи әрине не істейді? Келіседі. Екеуінің әңгімесі тоқтап қалып, Резе сыртқа шығып келейін деп бара жатса, әлгі жынды алдынан күтіп алады. Резенің алдынан. Ал осы сәтте бізді Денджи кімді таңдасам екен деп отырды. Сіздер де жазып кетіңіздер, кімді таңдайтыныңыздар. Осы сәтте бізде әлгі жынды мен Резе төбелесіп кетті. Сөйтсе бізді Резе боевой қыз екен. Яғни бізді Резе жынды төбелесіп қойды екен. Сол кезде бізде Тайфун пайда болып,
О, Резе, бұл сіз бе, кешіріңіз деп Тайфун бізде Резеден қорғады екен. Резе оған бұл жерден көзінді құрт және жаңағы денені алып кет дейді. Одан кейін Денджиға Резе қайтып оралды, ештеңе болмағандай. Ал ертеңгі күні екеуі қалалық фестивальға барып көңіл көтере бастайды. Ойнайды, күледі, тәтті нәрселер жейді, уақыттарын бәр көңілді өте бастайды. Екеуі байқамай тауға шығып кетеді. Қалай байқамай, екеуі әдейі шығады ғой. Бұл жерде әлгі фейерверктерді атылғаны әдемі көрініс болады екен. Сол үшін екеуі осы жерге шығып кетіпті. Резе болса Денджиға бұл жұмыстан шығып екеуміз бөлек басқа бір әлемге қашып кетейікші деп айтады. Және Денджиді Резе өзім әрқашан сені қорғайтын боламын деп уәде беріп жатады. Және бұл жерден кетіп қалуға келісесің бе деп ең қызық жеріне келген кезде біздің бөліміміз аяқталады. Бұл бейнетаспа сіздерге ұнайды деген ойдамын, және бұл бейнетаспаны даму үшін комментарий жазып, лайкты дағып кетіңіздер, және жазыл дегенде де дағып кетіңіздер. Сонымен енді не дейміз, сіздермен болған мен Казаниме, және де біздер қоштаспаймыз.